жас зерттеуші даярлық басылығы оқушысы Тоқмахамбет Айзере, жетекші Мейра Хамадина. Бұл жобамның тақырыбы полиэтилен пакетін тиімді пайдалану және кәдеге жарату. Бұл тақырып не үшін таңдалды? Күнделікті өмірде біз таныс заттарды қолданамыз. Пайдасы бар ма, жоқ па деп адамдар ойланбайды. Пакеттер аяқтың астына шашылып жатады және ағаштың бұталағында жатады. Бірақ бұл атты ағам екеуміз жасадық. Атқа қызығатын тұғынан аттарды қызыл ыстық кілеммен жапсыруға болады. Бұл гүлді анам екеуміз жасадық. Анама сыйлап едім, қатты қуанып қалды. Қорытындылай келе, полиэтилен оңайдан өндіріледі, бірақ пакетті тастау арқылы біз табиғи ресурстарды ысырап етеміз. Полиэтилен жану кезінде көмір қышқыл газы шығады. Миллиондаған құстар өліп жатыр. Пластикалық қалдықтардан пайдаға асыру тыңдағандарыңызға рахмет.